Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Бүгін біз ораза кезінде оқылатын дұғалар туралы сөйлесеміз. Көп адам сұрайды, сәресте қандай дұға оқу керек, ауыз ашарда не айту керек, және сол сәтте Алладан не сұрауға болады. Көп адам тек жатталған мәтінді оқиды, бірақ дұға бұл жай ғана сөз емес, бұл жүректің әңгімесі. Бәрін ретімен түсіндірейін. Бірінші, сәресі кезінде. Негізі сәресте ең маңыздысы ниет. Ниет жүректе болады. Мысалы, іштей Алла разылығы үшін ертеңгі оразамды ұстауға ниет еттім деп ойлау жеткілікті. Арнайы ұзын дұға міндетті емес. Егер қаласаңыз, қысқа дұға айтуға болады. Алла осы оразамды қабыл ет, күш-қуат бер. Бұл жерде ең бастысы шынайылық. Екінші, ауыз ашарда. Ауыз ашу өте маңызды уақыт. Бұл кезде дұға қабыл болады. Пайғамбарымыз саллаллаху уассалам айтқан дұғаның бірі: «Уа Алла, сен үшін ораза ұстадым, саған иман келтірдім, саған тәуекел еттім, және сенің берген ризығыңмен ауыз аштым». Немесе қысқалай «Алла, оразамды қабыл ет, дұғаларымды қабыл ет» деп те айтуға болады. Алла жүректі көреді. Үшінші, дұғаны қалай дұрыс оқу керек? Асықпай, жүрекпен, сеніммен. Дұға жаттап айту емес, дұға жүректің сөйлесуі. Ауыз ашарда тек бір ғана дұғамен шектелме. Мысалы, ата-анаңа дұға жаса, балаларыңа дұға, денсаулыққа дұға, кешірім сұрау, жүрек тыныштығын сұрау. Бұл жерде шектеу жоқ. Алладан кез келген жақсы нәрсені сұрауға болады. Денсаулық туралы дұға. Мысалы, я Алла, өзіме және отбасыма мықты денсаулық бер, аурудан сақта. Отбасы үшін дұға. Отбасымызға береке бер, ерлі-зайыптылардың арасына түсіністік нәсіп ет, балаларымызға иман мен дұрыс тәрбие бер. Ризық және табыс туралы. Адал ризық нәсіп ет, берекелі табыс бер, қарыздан құтқар. Үй, көлік, сапар туралы. Мысалға, я Раббым, егер мен үшін қайырлы болса, өз үйімді нәсіп ет, жаңа жайлы баспана бер, қауіпсіз көлік бер, отбасымен жақсы сапарлар нәсіп ет. Ең маңызды сөйлем, егер бұл мен үшін қайырлы болса, бұл өте дұрыс сөз. Қосымша мысалмен нақтылап айта кетсек, ауыз ашарда не сұрауға болады? Көп адам білмей қалады, не сұраймын деп. Ауыз ашар дұға қабыл болатын уақыт. Сол себепті жүректегі маңызды нәрселерді сұрауға болады. Мысалы, денсаулық сұра, өз денсаулығың, ата-анаңның денсаулығы, балаларыңның амандығы, береке сұра, үйіңе тыныштық, ризықтың артуы, жұмыста береке, отбасылық бақыт сұра. Егер тұрмыста болсаң, ерлі-зайыптылар арасындағы махаббат, түсіністік, сыйластық. Жолдасың үшін дұға жаса. Жұмысы жақсы болсын, адал табыс тапсын, отбасына жауапкершілікпен қарасын. Балалар үшін имандылық, жақсы тәрбие, ақылды тәрбиелі болып өсуін сұра. Ата-ана үшін ұзақ ғұмыр, денсаулық, жүрек тыныштығын сұра. Және ең бастысы жүрек тазалығын сұра, кешірім сұра, иманның күшеюін сұра. Рамазанда тек дүние емес, ақырет үшін де дұға жасау керек. Бірақ бір нәрсені ұмытпау керек. Біз тез бер деп сұрай аламыз. Бірақ уақытын Алла біледі. Кейде кешігу сынақ емес, керісінше қорғаныш болуы мүмкін. Сондықтан дұғада осылай қосуға болады. Уа Алла, егер бұл маған қайырлы болса нәсіп ет, маған жеңіл ет, уақытын өзің дұрыс қыл. Бұл өте дұрыс тепе-тең дұға. Енді дүниелік тілектерді дұғада дұрыс сұрау жолын айта кетейін. Дұғада дүниелік нәрселерді сұрауға болады, бірақ мына шарттарды есте сақтау керек. Қайырлы болсын деп сұрау. Үйді, машинаны немесе саяхатты сұрағанда: «Уа Алла, егер бұл мен үшін қайырлы болса, менің өміріме бер. Егер пайдалы болса, жеңілдетіп, тезірек бер. Егер мен үшін қайырсыз болса, алыстат». Мысалы, толық дұға былай болуы мүмкін. «Уа Алла, егер бұл мен үшін қайырлы болса, маған нәсіп ет. Жаңа, кең, берекелі үй, қауіпсіз көлік, пайдалы саяхаттар, денсаулығымды, отбасыма амандық бер. Ата-анамның ұзақ ғұмырын сақта, жұмысты берекелі етіп, балаларымды дұрыс тәрбиелеуге мүмкіндік бер. Егер қайырсыз болса, алыстат. Алла разылығы үшін ғана сұраймын, әумин».
Ең бастысы ұмытпаңыз, сәресіде ниет маңызды, ауыз ашарда дұға маңызды. Арабша білмесеңіз де қазақша айтуға болады. Алла сөздің тілін емес, жүректің тілін көреді. Дұғаны қалай дұрыс жасаймыз? Алдымен Алланы мадақтау, пайғамбарымызға салауат айту, содан кейін тілекті айту, соңында аумин деп аяқтау. Дұғада жылау шынайылық қабыл болудың белгісі. Қате жасамау үшін тек дүние сұрап, иманды ұмытпау, қабыл болмай жатыр деп күмәнданбау, асықпау, Алла ең жақсы уақытта береді. Қорытынды: ауыз бекіту ниет, ауыз ашар мүмкіндік. Сол сәтті бос өткізіп алмаңыз. Әр ауыз ашарда шын жүректен дұға жасаңыз. Мүмкін дәл сол кеш дұғаңыз қабыл болатын кеш шығар. Алла баршамыздың оразамызды қабыл етсін, дұғаларымызды кері қайтармасын.